әшейінде сәуір айында бір ұлы тұлғалардың туған күніне арнап шығарылым шығаратыным бар. Былтыр мысалы Роберт Дауни кішінің туған күні болды, Марлон Брандоның туған күні болды. Және солардың туған күніне арнап арнайы шығарылым жасайтынмын. Бүгін де сол традицияға көңіл бөлмекшімін. Дегенмен бүгін ерекше шығарылым мен үшін өте бір эмоционалды шығарылым. Өйткені бүгінгі кейіпкеріміз түсінгендеріңіздей Алмагүл Қазихан өз буынының менің ойымша ең дарынды актрисасы. Сәлем, бұл Миратрикс. Жайғасыңыздар, бастайық. Алмагүл Қазихан 97 жылы Алматы қаласында дүниеге келеді, бірақ кішкентай кезінде Ақтөбеге көшеді отбасымен. 9 сыныптан кейін қайтып келеді Алматыға. Не үшін Ақтөбеге барды дейсіз ғой? Өйткені Ақтөбеде оның анасы Алақай Қуыршықтар театрында жұмыс істеді, организаторлық топта. Және бұл жайт кішкентай Алмагүлдің өміріне үлкен бір әсерін тигізді. Өйткені кішкентайынан көрерменді көрген, сахнаны көрген Алмагүл театрға кәдімгідей ғашық болады. Сөйтіп Алматыға қайтып келген кезде оның үлкен бір арманы болады. Мен театрда жұмыс істеймін, мен театрда бағым ашылады, мен үлкен бір актриса боламын деген арманы болады Алмагүлдің. Және екінші арманы оның, ол ресейлік сериалдарды жақсы көреді, ресейлік жалпы актерлік мектепті жақсы көреді. Және сол сериалдарда, әсіресе әскери сериалдар мүмкін оған қатты ұнайды. Сөйтіп әскери сериалдарды қарап отырып, шамамен солдаты ау деймін, қарап отырады да сол сериалдарды мен де бір күні өйстіп форма киіп сериалға түсем деген бір ойы болады кішкентай Алмагүлдің. Сөйтіп 9 класстан кейін 2012 жылы ол Алматыға қайтып келеді. Сөйтіп Жүргенов атындағы өнер академиясының колледжіне түседі. Және де курстастарының айтуы бойынша ол Әуезов театрында ойнаймын, үлкен актриса болам деген арманмен келеді. Және де оның мінезі өте ауыр болады. Және енді жас, амбициялы қыз кез келген жобаларға, шақырған жобаларға қатыса берем, по головам пойду деген ойы болады екен. Сол аталған екі жайтты, ауыр мінезді және кез келген жобаға түсе беру дегенді, мына бір жобадан байқасаңыздар болады. Бір ток-шоуда 2013 жылы 16 жасар Алмагүл медиа кеңістікке алғашқы қадамын жасайды. Ал енді дос-жарандарыңыз бар, туысқандарыңыз бар, бұның қалай деп айтпай ма, мысалы, ата-аналарыңыз? Әрине айтады, ол міндетті түрде айтылатын мәселе. Өйткені соған қалай төтеп беріп отырсыздар сондай пікірлерге? Ең бастысы біз біргеміз. Алманың мінезінде, өмірге деген көзқарасында, өнерге деген көзқарасында өзгерткен бір кісі бар, ол режиссер Кубанычбек Адылов. Бұл кісінің атын біз әлі де естиміз бұл шығарылымда, өйткені ол Алмагүлдің санасына үлкен бір әсерін тигізген кісі. Алғашқы ауқымды жоба Алмагүлді өзі табады, өйткені тура сол оқып жатқан колледжде кастинг басталады. Ку елі деген жаңағы скетчком өте бір ауқымды жоба, үлкен жоба, көптеген адамдарды танытқан жоба. Және Алмагүл сонда ЕНТ, яғни ОБТ-ға дайындалып жүрген 11 сынып оқушысын ойнайды 2016 жылы. Примерно сол жылы Гакку арнасында Топ-томпақ деген клип шығады, ішінде Адина Бажаны бар. Ол да мектеп туралы, пранк туралы, баскетбол туралы. Түсініп тұрсыздар ма? Кішкене 1.90-ның иісі шығып жатқандай. Жалпы 1.90 туралы бөлек шығарылым жасағым келіп тұр. Керек па, керек емес па, комментарийге жаза кетіңіздер, пожалуйста. Бірте-бірте Ку елінен кейін Алмагүлдің аты шыға бастайды, бірақ Ку елінде оның аты қате шығады. Оны Қазихан емес, Қажыхан деп қойыпты біреу. Қай кастинг директор оны жасағанын мен білмеймін. Колледжді бітірген Алма мәскеулік әйгілі ВГИКке түскісі келеді. Және болашақта Төбе аталатын команда, бір топ, барлығы Мәскеуге кетіп қалады. Және олардың ішінде Аршат мысалы Мәскеуге түседі, режиссерға оқиды. Қалғандары сол группа поддержки болып қалады. Алмагүл ВГИКке түсе алмай ТНТ-ден бірақ шығады. ТНТ-да кішкене жұмыс істегені бар. Бір юмористік жобаларда кішкене организаторлық өзінің дарынын көрсеткен болар. Алмагүл көрші елде біраз қыдырып алып, отанға қайтып келеді. Сөйтіп олар труппа ашамыз ба деген ой келеді оларға.
олар әрине режиссер Кубанычбек Адыловқа барады. Сол өте көп балаларға әсер еткен кісі. Ол айтады, лаборатория ашайық дейді. Сөйтіп лабораторияның атын не деп қоямыз дегенде 316 аудиторияда оқыған топтан құралған группа лаборатория 316 деп қояйық дейді. Осылайша Алмагүлдің бір арманы, тағы бір арманы орындалады. Ол театрға жұмысқа кіреді. Әуезов театрына емес, өзіндік бір ерекше өмірге деген көзқарасы бар лаборатория 316 деген театрға. Сөйтіп 2018 жылы Алмагүлдің өмірінде Гакку телеарнасы пайда болады. Қазихан 2018 жылы шыққан Арман атты Гаккудың ең бірінші телесериалына түседі. Онда шағын ғана рөлі бар. Буквально 2 рет көрсете ма сондай Алмагүлді. Оның группаласы дейміз ба, труппаласы, жаңағы лабораториядан шыққан Қуанышбек Нұрғазы, мысалы, үлкендеу рөл алады, Джонни деген баланың. Ал Алма сондай шағын бір рөлден бастайды өзінің гаккулық мәнсабын десек те болады. Біздің танысуымызда сол 2018 жылдың соңына таман болды примерно, өйткені олар ұят парадта, Нұржан Еркінұлының бағдарламасы ұят парадта бүкіл труппасымен түсті. 2 шығарылымға қатысты. Сонда таныстық біз, өте жарқын, мінезі ашық, андай кішкене шошақай қыз болып көрінді маған. Содан кейін олар бүкіл труппамен Нұржан Еркінұлының шықпай қалған, сойги шықпай қалған бұл сатиралық шағын фильміне түседі. Содан кейін 22 жасар Алма 2019 жылы үлкен бір хитке түседі. Ол 190 Гакку арнасының да үлкен хиті, және сонда жұмыс істеген түскен адамдардың бағын ашқан, бүкіл көптеген адамның бағын ашқан, және бір үлкен махаббатпен істелінген жоба 190. Бір қызығы, Алманы өмірде танығансын, мен білмеймін оның қандай актриса екенін, мысалы. Содан оны тұйық мінезді Заринаның рөліне тағайындаған кезде мен қарсы болғам, өйткені Алманың мінезін білмейсіңдер ма, сендер тентексіңдер ма, жараспайды оған. Бірақ мен түсірілген материалды қараған кезде Алманың қатты өзгеріп, тіпті походкасына дейін персонаждың несіне кіріп кеткенін түсінген кезде, кейпіне кіріп кеткенін түсінген кезде өзімнің қателескенін түсіндім. 2019 жылы жалпы 190-нан басқа жаңағы сол төбенің алғашқы бір концерті болады, және Алма тағы да өзінің организаторлық бір дарынын көрсетеді. Жақсы, керемет өткен жылы өте концерт болды, және сол 190-нан кейін Алманың мәнсабы тек қана жоғары кетіп баратыр, бір төбеге кетіп баратыр, өйткені Алманың өзі де бір бөлек бір төбе деп ойлаймын. 20 жылы мысалы Лавантер болды, екінші бөлімі 190-ның. Одан басқа сен жалғыз емессің деген болды. Тоже волонтерлар туралы басқа каналда. Бір қызығы, Алманың актерлық шеберлігін өмірдің өзі сынайтын сияқты, өйткені ол бірнеше рет бірдей рөлдерді ойнауға мәжбүр болады, бірақ Алманың бір ерекшелігі сода мүлдем бір-біріне ұқсамайтын кейіпкерлер бірдей болса да. Мысалы, 20 жылы ол 2 рет волонтерді ойнады. Мысалы, Лавантер сериалында, Сен жалғыз емессің сериалында ол 2 түрлі адам. Мысалы, 2016 жылғы мектепте оқитын қызбен мына 190-дағы Зарина 2 түрлі адам. Бір ғана актриса ойнаса да. Одан басқа Әскерге хат деген сериал шығады 20 жылы. Аса бір ерекшелігі жоқ сериал шығар, бірақ осы сериалда Алма өзінің тағы бір арманын орындайды. Ол әскери форма киіп сериалға түседі. Сол кішкентай кезінде айтқан әңгімесі, картинкасы загрузилась прям. 21 жылы жолдастар болады. Жолдастарда Заринаны ойнайды. Содан кейін 532 шығады. 532-де де Заринаны ойнайды. Осындай бір тағы бір ерекшелігі. Содан кейін Алма аты шыққан жобалардың бәріне қатысып шығады. Былайша қарасаңыз, замандастарға түседі, Раузада түседі. 21 жылы тағы бір қырын ашады өзінің, ол Гакку арнасында тележүргізуші болады, топ-10 бағдарламасын жүргізеді, және де сонда көптеген хейт қойылады оған, өйткені тұйық Заринаға үйренген көрермен
ашық мінезді Алмагүлге үйрене алмай қалады кішкене. Алмагүл, қаншық екенсің дейді. Иә, қаншықпын. Жоқ, мен ондай емеспін деп айта алмаймын. Ол сіздің мінеңіз сырт көзге енді виднее, наверное. 22-ші жылы Алас сериалы шығады. Ол хоррор, біздің елде болмаған жанр. Және Алмагүл аяғы ауыр қызды ойнайды. 5.32-де де аяғы ауыр еді. Одан кейінгі шығатын Бақыт фильмінде де аяғы ауыр. Көрдіңіздер ме? Бірдей заттар, бірдей бір кейіптерді ойнайды, бірақ әрқайсында өзінің бір ерекшелігі бар. Сол бір Алманың актерлік краскасы ау деймін, оны басқа өзінің буынның актерлерінен ерекшелендіретін кәдімгідей. 22-ші жылдың тағы бір Алманың қыры, тағы бір 22-ші жылы ашылған, ол режиссерлік мансап, өйткені ол Қорапша деген клип түсіреді. Өзінің достары Қуанышбек пен Жанныға. Содан кейін былтыр Балға мен Шеге деген керемет әнге клип түсіреді. Өзінің режиссерлік ерекшелігін көрсетеді. Қарасаңыздар, түсінесіздер, басқа ешкімге ұқсамайтын бір почеркі бар кәдімгідей. 23-ші жылы сол Бақыт деген фильм шығады. Және де Бақыттың ерекшелігі неде? Мен үшін ол біріншіден заманауи Қазақстандағы ең ауыр фильмдердің бірі шығар мен үшін. Және де осы сіз қарап отырған YouTube арнаны бастап бергенде сол Бақыт фильмі. Алманың тағы бір бұрыннан келе жатқан арманы ол жаңа авторлық кинода түсу, және сол Бақыт авторлық кино. Және де Алма коммерциялық киноны жақсы көрмейді онша. Бір қызығы коммерциялық кинода Алманы жақсы көре бермейді. Өйткені Алма түскен екі коммерциялық кино, ол Сембе мен жаңағы Пацанский кипиш, екеуі де үлкен бір жетістікке жеткен жоқ прокатта. Жалпы қазіргі уақытта 190-дықтар өте бір қызық кезеңді бастарынан кешіп жатыр. Өйткені олардың қазіргі жастары көптеген сценарийге сәйкес келмейді ма, қалай айтсам болады. Мысалы, жасөспірімдерді ойнау үшін олар есейіп кеткен, көздерінен де байқасаң болады. Ал 30-ға таяп қалған, 30-дан асқан әйелдерді де ойнау ерте әлі, және сол бір екі арада қалып кеткен дейді. Бұл жайтты әркім әртүрлі шешеді. Оған қоса бізде әйел кейіптерді көп емес, мысалы, сериалдарда приговорға сәлем айтайық. Содан, мысалы, Зухра Сайпи бұрынғы кезеңдердегі жобаларды таңдаса, мысалы, Мәншүкті ойнап, Досмұқасанды ойнап, Ғайни Кокатова 30 жасар әйелдерді ойнай алам деп тырысып, мысалы, Жасыл Наскиде, мысалы, болашақта шығатын Асауда өзінен үлкен кейіпкерлерді ойнауға тырысады. Ал Алмагүл болса, ол белгілі бір тақырыптарға көңіл бөлетін сияқты. Өйткені соңғы, мысалы, проекттерін қарасақ, ал Алма болса, соңғы жобаларында жобаның тақырыбына көбірек назар аударатын сияқты. Өйткені соңғы жобаларын алсақ, Мяу-мяуда есірткі тақырыбы көтеріледі, Пленникида құлшылдық мәселесі көтеріледі. Жаңа қазір сәлемде болып жатқан Ізгі ниетпен Алаяқ деген сериал бар, с любовью аферист. Онда аферистер туралы тақырып көтеріледі. Бақыттың өзі де бір үлкен, өте ауыр, өте актуалды, өкінішке орай, тақырыпты көтереді. Сондай бір жолы бұл актрисаның. Және биылғы жаңа қыры Алманың, ол диджейнг. Жақында біз оның выпускной сетінде болдық, және де ол да жарысады. Сондай бір сумбурный және өте бір эмоционалды шығарылым болды мен үшін. Негізі қиын екен танитын адам туралы айту, танитын адамның мәнсабына кішкене шолу жасау қиындау екен. Мен үшін бұл жаңа бір тәжірибе, және сол тәжірибе үшін де рахмет айтқым келеді. Және осы сәтті пайдаланып туған күнімен құттықтаймын. Өзің бөлек бір төбесін, сол төбең биікке өрлей берсін, өрлей берсін, өрлей берсін. Сен ұлы толғасын туған күніңмен.